Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге табаға ешқандай жабыспайтын, сүттен даярланатын құймақ жасайтын боламыз. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге 400 мл сүт. Сүт жылы температурада немесе мұздай болса да ешқандай айырмашылығы жоқ. Және де ыстық қайнап тұрған ыстық су 200 мл. Құймақтың ең басты құпиясы сол ыстық суда. Ал енді 3 дана жұмыртқамызды қосатын боламыз. Сахар 6 ас қасық қостым. Егер де бұдан да тәтті болған қаласаңыздар, қалауларыңызша қоса бересіздер. Шым тұз қосамыз. Сұйық майдан 50 мл қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Он 250-300 грамм аралығында қосамыз. Массамыз осындай консистенцияда болу керек. Енді табамызды қатты қыздырып, одан соң орташа отқа қойып, майымызды жағып, бірден осы құймақтарымызды салып, екі жағынан да пісіріп аламыз. Мінеки осымен құймақтарымыз дайын болды. Каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал бізге ас болсын, сау болыңыздар.